Қазірдің өзінде 220-230 теңгеден сатылып жатқан қыстық солярка жаңа жылда одан сайын қымбаттауы мүмкін. Себебі мұндай дизельдік отын түгелдей Ресейден әкелінеді екен. Өзімізде шығарылмаған соң бағасын реттеуді мүмкін емес. Бүгін осының бәрін жайбарақат айтып берген энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың жанармай дағдарысы тағы қайталанса да беті бүлк етпейтін сияқты. Бензин туралы ол тарихи проблема Қазақстанымызда. Өйткені бізде үш қана үлкен зауыттарымыз бар. Біздегі жанармайдың барлық мәселесі осы үш зауытқа келіп тірелетіні рас. Жанармай тапшы болса да, қымбат болса да солар кінәлі. Енді келіп сол үш зауыт қыстық дизель отынының қымбаттауына себепкер болып отыр. Осы қыстық дизельдің бағасын біз ешқандай регулировка жасалмаймыз. Өйткені қыстық дизельдің бағасы, қыстық дизель бізде зауыттарда Қазақстанда шығарылмайды. Қыстық дизель Ресейден алып келеді импорттаушы компаниялар. Министрдің айтуынша қыстық солярканың орташа бағасы 220-230 теңге мөлшерінде екен. Яғни біреулерде 190, екіншілерде тіпті 250 теңге болуы мүмкін. Қазіргі бағаның өзі жүк көлігін жүргізушілерді тығырыққа тіреп отыр. 100 литр кетеді. 22 мың. Ол қазіргі баға, если қыста, мен ойлаймын, ол 220 емес, может, еще қымбаттауы мүмкін. Ол енді Алланың өзі бұнау не біледі ғой. Шынымен де жанармай бағасына қатысты нақты ресми жауап болмаған соң осылай демеске амал жоқ. Қанат Бозымбаев бүгінде бензин арзандайды деген сөз айтпады. Онысымен қоймай, орынбасары жұмысынан айырылып, өзі сөгіс алған күздегі жанармай дағдарысы қайталанса да, мұртын балта шаппайтындай кейіп танытты. Сөгіс алдық, енді қимыл жасап жатырмыз. Мен ойлаймын, енді осындай қайтарылмайтын шығар бұл мәселе. Бірақ екінші рет, үшінші рет болады ма, бесінші рет болады ма, менің басшыларым бар. Олар өздері біледі, не істейді, қандай шаралар қабылдайды. Сөгіс алған кезінде менің тағдырым президенттің қолында деген министрдің бұл әрекетін сабырлық дейміз бе? Әйтеуір өзіне қатысты айтылған әзілдер мен кереғар пікірлердің бәрін білемін деп тізбелеп айтып берді. Вы меня сейчас тяжеловесом назвали, а в одном из своих постов вы меня бульдогом назвали. Мастифом, извините. Осы орайда айта кетсек, ресейлік сарапшылар өз елдеріндегі АИ-92 бензині жаңа жылда 50 рубльге дейін қымбаттауы мүмкін деп отыр. Қазіргі бағамен есептесек 280 теңге көлемінде екен. Біздің нарық толықтай тәуелді, қыстық солярканың құны да бірге өсетіні айтпаса да түсінікті. Бақтыгүл Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана.